Самара, Шымкент тас жолы. Сырым бекетіне бара жатқан жол. Бірнеше күн болды. Жүк көлік, ауыр жүк көліктері, бұл айтқанда фуро дейміз ғой, кептелісте тұр. Енді көстің көбі тасып бара жатқаны жан жаққа тағамдар, көкөніс бар, жаңағы пияздары бар, өзі гүлде бар. Көріпсіз ғой, менің бағатында машина толып тұр, жүре алмайды. Амалсыздан қарсы бетпен шығады бүкіл машиналар. Бұлар тұра қалып осылай әңгіме айтып тұрады, көре-бермей. Кезектен кіріп кеткендерді кіргізбейді арасына. Неліктен екен білмей, осы бүгін 4-5 күн болды осылай тұрғандарына. Мына жерде жаңағы бұлар тамақтануы бірінші, су жаңағыдай қиын. Екінші, мына әжетхананың жоқтығы. Енді жол болған соң бәріне бірдей мүмкін емес қой әжетхана қойып қою. Екінші, ең бастысы, бұлар жаңағы тазалық сақтамайды. Тазалық сақтамайды, жаңағыдай қолындағы жаңағыдай қалдықтарын жаңағыдай бұл айтқанда лас жаңағы пакет, қағаздарын бәрі осылай жаңағы лақтыра береді жол бойына. Қазавтожол осы жолда жақсы ұстап тұр. Бір риза болатын Қазавтожолға. Қысы жазы осы жерде жаңағы тазалайды да жатады. Ақтап, сырлап жолдарын. Қанша жаңағыдай боран болсын, жаңбыр болсын, бәрі тазалап, қысты күндері жаңағыдай мұз сеуіп отырады. Көріпсіз ғой мынау, келе жатқан мынау пойыздан да көп. Қанша халықта осы жол асырап отыр да, жолмен. Таможнядан өткізе алмайды бекетте. Осылай тұрып қалып жатыр. Алда қараңыз. Таныстары, туысқандары бар, ішті тамақ әкеліп береді. Жоқ, тамақ сатып, айналысатындар болды ғой. Сусын сататындар.